Қайырлы күн қыздар, қалдарыңыз қалай? Бұл видеода сіздерге скатерть, шторлардың осындай шеткі обработкаларын көрсететін боламын. Бұл жерде біздің көріп тұрсыздар, оверлокпен қаптап көрсеттім. Ең бірінші сіздерге оверлогы бар. Қыздар осындай жасауға болады. Бұл оңай түрі. Міне ең бірінші осылай матамызды 4-4-тен 8 сантиметрді белгілеп аламыз. Және келесі жағынан да 4-4-тен етіп 8 сантиметрді белгілеп аламыз. Және оларды өзара қосып шығамыз. Сонда бізде кішкентай 4 квадрат шығады. Міне қыздар, біз осындай 4-4 етіп 4 квадрат жасап алдық. Енді оның дәл ортасынан міне видеодағыдай сызып аласыздар диагональ бойынан. Және енді бізге бұны әдемілеп отырып бүктеу қажет болады. Әрбір екі жағындағы екі сызықта бір-біріне келіп отырып, мына бұрышы мен мына бұрышы бір-біріне сәйкес келу керек болады. Енді қараңыздар қыздар, дәл осы жерде міне инемен ұстатып аласыздар. Және міне мен көрсеткен жерлерден осы сызық бойымен тігіс жасап шығатын боласыздар. Алдынан артынан закрепка беріп отырып, міне қыздар, мына жерде тігіс бердім. Тігістің алдына закрепка беріп отырып, міне осылай әдемі аккуратно тігілді. Енді келесі амал бізде осыны 0,5-0,7 мм қалдыра отырып, осылай ұшын қиып тастаймыз. Және мына жерден де ұшын қиып тастаймыз. Енді келесі біз аударатын боламыз. Аударғанда әдемілеп отырып, екі жаққа тігісін жібере отырып аударсаңыздар, өте әдемі шығады. Ұштарын шығара отырып аударып аласыздар. Енді осы ұшын әдемілеп отырып үтіктейсіздер. Және кейін оверлоктың бойымен әдемілеп отырып тігіс жіберетін боласыздар қыздар. Міне қыздар, әдемілеп үтіктедім. Міне осылай шықты. Енді сіздерде тек қана мына оверлоктың бойымен әдемі тігіс жүргізіп шығасыздар. Сонымен бұл обработка, бұл өңдеу аяқталатын болады. Міне осылай әдемілеп отырып, бұрыштап отырып тігіс жіберетін боласыздар. Келесі өңдеу түріне қыздар, оверлоктың қажеті болмайды. Бұл жерде осындай матамызды аламыз. Бұл скатерть болуы мүмкін, сіздерде штор немесе салфетка болуы мүмкін. Осы жерден шет жағынан біз 5 сантиметрден осылай аламыз. Бірінші барлық жағынан 5 сантиметр етіп осылай өлшеп алатын боламыз. Содан келесі жағынан да қыздар, міне 5 сантиметр етіп әдемілеп толығымен белгілеп аламыз. Енді қыздар қараңыздар, осы жерде 5 сантиметрден кейін мына ұшынан бастап 1 сантиметр белгілеп аламыз тағы да. Бұл бізде тігіс үшін қажет болады. Сол үшін осылай 1 сантиметрді әдемілеп белгілейміз екі жағынан да. Ендігі амалымыз қыздар, мына біз жаңағы белгілеп алған 1 сантиметрімізді осылай үтікке апарып әдемілеп отырып екі жағынан да үтіктеп алып келеміз. Сосын ары қарай көрсететін боламын. Міне қыздар, үтіктеп алдық. 1 сантиметрге әр жағын бүктедік. Осылай бізде әдемі болып шықты. Енді келесі біз оны мына алдыңғы 5 сантиметрден қалдырған сызық бойымен осылай бүктейміз. Келесі жағын бүктейміз. Дәл центрін табылады сонда бізде. Содан сол жерден біз өзі өшетін маркермен болса, немесе осылай мелмен де сабынмен де осылай белгілеп алатын боламыз. Үстіне және астынан сүреміз осылай. Енді келесі ашатын боламыз қазір. Міне қыздар, біздің белгілеген жеріміз түсті. Енді келесі амал бізде міне осы ортаны тура табамыз да, және бізге аударып отырып қазір тігуге қажет болады. Енді қыздар қараңыздар, жаңағы белгілеп алдық қой, енді қақ ортасын таптық. Енді осы жерде примерно 4 сантиметр ара қашықтықты бір-біріне қосып, былай диагональдан сызу керек боламыз біз. Диагональна сызып аламыз. Осы жерден біздің тігісіміз өтетін болады. Осы дәл диагональ түскен жерден қыздар, енді қазір
алдына артына закрепка бере отырып әдемілеп тігіс жіберетін боламыз. Қыздар, міне тігіс түсті. Әдемілеп тіктік. Мына 1 сантиметр жерді ғана тікпедік, ол жер қалады. Енді осы жерден мына бұрышын қазір кесіп тастайтын боламыз. Әдеттегідей 5 немесе 7 миллиметрге кесесіздер, және ұшын тоже алып тастайсыздар бұл жерде де. Ұштарын кесіп тастаймыз, және тігісті екі жаққа қайыра отырып әдемілеп аударатын боламыз. Осы жерде инемен ұштарын шығарып аласыздар, өйткені біз кейін тігіп тастағаннан кейін оны біз шығару қиынға соғады. Міне жаңағы 1 сантиметрге үтіктелген жеріміз бар ғой қыздар, сол жерден енді біз 0,1-0,2 миллиметрге тігіс беретін боламыз. Міне осы жерде мен сіздерге үтіктеп көрсеттім. Міне осылай әдемі бұрыш шықты бізде. Енді келесі амал, бізде осы жерден 1 миллиметрге тігіс жіберетін боламыз. Тігісіміз дайын, машинкамен осылай 1 миллиметрге тігіп шықтым. Осылай әдемі шықты. Бұнымен штор, салфетка және скатерттеріңізді қыздар осылай өңдеп алсаңыздар болады. Өңдеудің екі түрін көрсеттім сіздерге. Видео ұнап жатса лайк басып, тіркеліп, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын.